қазір достарың келеді ма? Қайын достарыңмен? Ternyata matam kayu-kayunya. Ternyata matam bukannya. Mem, nyanyi Ұлттық киім ұлт айнасы. Сондықтан қыздар, мен қазір сендерге қазақтың ұлттық киімдері мен зергерлік бұйымдары туралы айтып берейін. Самира қазір қазақ көйлегін киіп тұр. Қазақ көйлегі тақиядан тұрады. Тақия үкімен әсемделеді. Бұл үкі тіл көзден сақтайды. Самираның шашында шолпы, қамзолы әртүрлі бағалы тастармен әшекейленген. Қамзолдың алдында әшекей қапсырма деп аталады. Қазақ қыздардың көйлектері бүрмеленіп тігіледі. Менің басымда шекелік, мойнымдағы әшекей өңір жиек, шашымда шашбау. Менің қолымда бес білезік деп аталатын зергерлік бұйым. Ол 3 сақинадан және білезіктен тұрады. Қолымдағы асыл-тас қондырылған әшекей бұйымы жүзік деп аталады. Мынау сақина құсмұрын деп аталады. Мынау сақина балдақ деп аталады. Балдақ. Мынау сақина құдағи жүзік деп аталады. Ал мынау сақина құстұмсық деп аталады. Дәстүр бойынша ұзатылып бара жатқан қызына қыз жасаумен бірге анасы құстұмсық сақинасын салып жіберетін болған. Ұзатылған қызының хал жағдайын осы құстұмсық жүзік арқылы біліп отырған. Арада жылдар өтіп, ата-анасы қызынан хабар күтеді. Қызы жолаушылар арқылы құстұмсық сақинасын анасына беріп жіберсе, ол қызының барған жеріне сіңісіп, ата-енесімен, күйеуімен тіл табысып, жақсы өмір сүріп жатқандығының куәсі ретінде қараған. Содан кейін құдағиына арнап таза күмістен құдағи жүзік соқтырып, сый-сияпатын, ризашылығын білдірген. Құдағи жүзік 2 саусаққа қатар тағылатын жүзік. Қыздар, енді әкелген тағамдарымен бірге шай ішейік.